Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге көкжөтел, яғни коклюш ауруы туралы ақпарат бермекшімін. Жалпы көкжөтел дегеніміз Bordetella pertussis бактериясы арқылы дамитын жұқпалы бактериалды ауру болып табылады. Бұл ауалы тамшылы жол арқылы жұғады, яғни ауру адамнан сау адамға жөтелгенде, түшкірген кезде жұғады. Көкжөтел негізі клиникалық көріністер және симптомдарына байланысты кезең-кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңі катаральды кезең деп аталады. Катаральды кезеңі 1-2 апта аралықты құрайды. Бұл кезде ОРВИ сияқты клиника болады. Яғни ол температураны көтерілу, мұрыннан су ағу, жөтелу деген сияқты симптомдар болады. Одан кейін бірақ бұл кездегі жөтел күшейе береді басылудың орнына. Екінші кезеңі ұстамалы кезең деп аталады. Ұстамалы кезең кезде жөтел қатты болады. Яғни ұстамалы кезеңнің ұзақтығы 2 апта мен 8 апта аралықты құрайды, яғни 2 айға дейінгі аралықты құрайды. Бұл кезде жөтел ұстамалы болады, тіпті бала дем алуға да мұршап болмайды. Яғни бала жөтеліп болғаннан кейін, яғни ұстаматар жөтел болғаннан кейін аяқ жағына қарай дем алған кезде ысқырықты дауыстар шығады, немесе бала бұл кезде құсып жіберуі мүмкін. Міне бұны реприз деп атаймыз. Бұл осы көкжөтелге тән белгі болып табылады. Үшінші кезеңі жазылу кезеңі деп аталады. Жазылу кезеңі негізінен бірнеше аптадан 4-6 айға дейінгі аралықты құрайды. Көкжөтелі немесе 100 күндік жөтел деп те атайды. Міне көрдіңіздер ме, 100 күн деген 3 айдан аса болатын жөтел. Сондықтан да бұның жазылу кезеңі кейде 6 айға дейін созылуы мүмкін. Көкжөтелдің асқынулары қандай? Ең бірінші асқынуы пневмония, яғни өкпе тінінің қабынуы. Солай жүреді. Екіншісі қабырғалардың сынуы мүмкін, немесе мұрыннан, көзден қан ағуы мүмкін, немесе кейде бас миға дейін қан құюы мүмкін. Себебі бала қатты ұстаматары жөтелгеннің салдарынан осындай асқынулар болуы мүмкін. Көкжөтел не үшін қауіпті? Көкжөтел бұл әсіресе айлық балаларда, әсіресе 2 айға дейін толмаған балаларда өте қауіпті болып келеді. Өйткені ол балалар шетінеп кетуі мүмкін. Өйткені оларда ұстама кезінде, жөтелдік ұстамасы кезінде арасында апноэ болады. Яғни апноэ дегеніміз дем ала алмай қалуы. Міне сондайдың болғаннан 2 айға дейінгі бала егер көкжөтелмен ауырған болса, шетінеп кетуі әбден мүмкін. Көкжөтелдің емі антибиотикотерапия, яғни антибиотиктер болып табылады. Макролидтер тобындағы антибиотиктер. Және де жөтелді күшейтетін факторларды азайту қажет. Яғни салқын ауа күшейтуі мүмкін. Міне соны шектеуіміз керек. Физикалық белсенділік, мысалы жөтелді ары қарай күшейтуі мүмкін. Міне соларды шектеуіміз қажет. Көкжөтелдің негізгі алдын алу жолы ол вакцинация болып табылады. Яғни ол АБКДС вакцинасы, яғни пентаксим және де гексаксим құрамы бар вакцина болып табылады. Яғни ол баланың 2 айында, 3 айында, 4 айында және де 18 айында және де 6 жасында салынатын АБКДС вакцинасы болып табылады. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.